Бүгін біз меренговый печенье жасаймыз. Оған 50 грамм орешки, 50 граммдай шоколад, 2 жұмыртқаның ақуызы, шым-тұз және де 140-150 граммдай қант керек болады. 2 жұмыртқаның ақуызын кішкене шым-тұз қосып миксерлейміз. Осылай ақ түс болғанша миксерлеп, сосын шоколад пен орешкіні тоже блендерден өткізіп аламыз. Суреттегідей меренгаға қосамыз және де лопаткамен араластырып, қатты көп араластырмаймыз. Сосын духовкаға осы суреттегідей саламыз. Өздеріңіздің қалауынша размері барлығы өздеріңіздің қалауынша салсаңыз болады. Және де духовкаға 145 градусқа 35-40 минуттай